балаға қуаныш, мейірім сыйлау сіздерден бастау алып отыр. Ендеше біздің қамқоршы аналарымыз балаларды үлкенді сыйлауға, кішіні құрметтеуге, ізет көрсетуге, иманды болуға, адамгершілікке тәрбиетіне сеніміміз жасап жатқандарыңызға рахмет. Ең алғашқы осылай бірінші классқа әкелген тәтем болатын. 11 жыл өтті. Бұл кісілерде 11 жылдың ішінде қаншама зат үйрендім, қаншама тәрбие көрдім. Енді арасында дұрыс істемейтін заттарым да болады, оны түзеп отырмын артынан. Бұл кісіден енді қаншама зат үйрендім десем болады. Енді мектепке келетін болсақ, мектепте мұғалімдер маған жеткілікті білімді беріп жатыр. Қаншама менің қателіктерімді кешіріп, осылай жақсы білімді маған бойыма сіңдіріп жатыр. 11 жылдың ішінде мен осы пән мұғалімдеріне рахметімді айтам. 11 жылдың ішінде мен қаншама білмейтіндерімді осы мұғалімдерден үйреніп, жақсылықтарды осы мұғалімдерден біліп келем. Сол үшін мұғалімдерге де, тәтеме де рахмет айтам. Тамаша балалар, қошеметтейік. Өткір ата-аналар мен шақырып құрметтеп жатқандарыңа рахмет. Әрине ол бір күнде болатын зат емес. Кәдімгі үйде жүрген каждый ненің өзі балаға премьер болады. Соның сенің істеген ісің балаға өнеге, соны өзі көріп істейді. Солай деп ойлаймын. Мысалы Назгүл маған келгенде бірінші класс оқитын. Январ айында келдім. Осындай кезде соған мен 11 жыл өтіп шықты. Содан өзім де қимай қалам қазір. Бұның да ешқандай несі жоқ, тәте деп маған жүгіріп жүреді. Енді үлкендерге көрсетілген немнің істеп жатқан жұмыстардың бәрі бұл кішіге тәрбие деп ойлаймын. Мысалы, үлкен өсіп кеткен балалар бар ғой, 3 бала мен Нұргүл мен 4 ғой. Соларды бір-біріне қайырымдылық, бір-біріне тәрбием, сол ойлаймын, бұған да өнеге деп. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты жол тәрге етіп күндерін, бақыт іздеп азаптанса кім? Сыныбына тоже берді. Ең сүйікті мұғалімдерің кім? Барлық мұғалімдер маған ұнайды. Барлығы ұнай ма? Тамаша. Амандасқанда күшті еліктен. Сәлемет сізге деп амандасқанда Өте тамаша, сәлемдесудің өзі ол деген үлкен алғыс. Жақсы, Айшатай, сен бір бос уақытында үйде қандай істерді жасатасыз? Бос уақыттарын қалай өткізеді Айшатай мен Жандос? Балалар өздері айта ма, сіз айтасыз ба? Айтыңыздар. Қораға кіріп көрмеген бала есінен қашатын біріншісі.
қораға кіргізе алмай жүрдік. Одан үйренді. Сол мектепте жұпар мұғалімнен үйреніп келген несін өледі, өлеңдер өледі, 11 өлең, 8 өлең деп көрсетіп отырды. Айша сол ыдыс жуады, шаң сүртеді. Бұндай жұмыстар істейді. Жақсы. Міне көрдіңдер ма балалар? Осы екеуің атаң мен әжеңді сыйлап, осы кісілердің қас қабағына қарап, осы кісілерге қамқорлық көрсету енді сендердің міндеттерің. Өйткені сендерді аялап, мейірімге толтырып жүректеріңді сендерге бар жағдайды жасап отқан осы ата әжелерің. Жанасыр адамдары көптеген игі істер атқаруда. Аялы алақанды әлпештеп жүрек жылуымен әр баласына сенім мен адалдықтың нұрын ұялата білген бүгінгі кешіміздің тағы бір құрметті қонағы Ақбергеновтер отбасы. Қош келдіңіздер. Өзінің екенін білмейді. Орысша сөйлейді, самокат үштірей деп жүреді, көршінің балалар бәйсет деп кетті. Сосын еріске ешкімнен барында сырасы үшірмеш бесет сатып кетіп қарағанда бар. Балалар ата-ана жылуын бірден сезінді. Содан да олар ауыл өміріне тез бейімделген. Карима үй тірлігіне келгенде тындырымды. Олар әкесіне қолғанар. Бардың отбасыңызға келгеннен бері отбасыңызда бір өзгерістер болды ма? Әрине болды ғой. Бұрын енді үйіміз тып-тыныш болып тұратынды. Қазір шулап жатамыз. Таңнан атып күннің қалай өтқанын білмейміз енді. Біз әрқашан тату-тәтті өмір сүріп, ешкімге төмелеспей өмір сүріп. Дос болуымыз керек бір. Мен оқыған 4-ші сыныпта Ақтау болған, мен соған сол тақпағына келтіріп, сурет салған. Ол менің 4-ші сыныпта салған өз отаным. Отаным көкерелесін, Орысқа кемелесін деп салдым. Тамаша. Карима, сен салдың? Менің деген суретім. Мен оны өзім анашым үшін салдым. Қазақтарымыз көрді жіберсін. Тамаша. Өте жақсы балалар. Тағы бар ма? Енді. Аха. Бұл отбасының ағашы. Бұл жерде біздің ортасында біздің кішкентай бауырымыз Асуыра. Ал екі шетінде үсті жақында анашым мен әкем. Олар биікте ұшсын деп салдым. Ал екі шетінде әмір екеуміз анашым мен әкемді қорғайтын батырларымыз. Қандай керемет. Бұл біздің болашақ үйіміз. Өскенде мен анашымды ғарышқа, жұлдыздарға апардым. Ағам өзім жұмыс істеп анашымға әкеге спортивный машина сатып береді. Бұл біздің пойымыз. Бізді болашаққа апарады. Мектебіміздің 100 жылдық мерейтойына орай өткізілген жүрекке жол тапқан мейірімділік атты құрмет сағатына қатысып, баланы ізгілік пен әділдікке ар-ожданын жоғары ұстайтын азамат болуға үйретіп,
өскелең ұрпаққа деген қамқорлығыңыз және мектебіміздегі қоғамдық шараларға белсене қатыстыра білгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Демеуші 2004 жылғы мектеп түлегі Бесаба ауылының тірек мектебінің шет тілі пәні мұғалімі Селикова Гүлжайна Чамабайқызы. Жақсы шара өткізіп отқандарыңызды. Сіздердің еңбектеріңіз жемісті болсын, еңбектеріңіз ақталсын. Осы Қарқаралы ауданымыздың үздік мектебі болсын, мұғалімдер бар, еңбектер ақталып, еңбектер жемісті болсын. Осы Алтынай апамыз педагогикалық салада жұмыс істеді ғой, бізге дәріс берді. Анамыз аман болсын үлкен, Алтынай анамыз. Нұрғайша анамыз да дәріс берді, қаншама шәкірттер түлеп шүкір болсын. Қарағанды облысымызда атақты қызметтерде отыр. Басым дейім өзім. Зәмзәгүл апайымыз міне бұндай енді үлкен бір нетіп отыр ғой. Балалар бауырына басып, бәріміз көріп жүрміз. Осы ризашылығымды білдіремін. Осы мектеп ұжымына өте риза отырмын.